Siz aytқандай азыр мында кетіп барса, екі машина. Бұның астында яма шықса, бұны қарабай тұр өлі. Бұт ошол нәрсені ұтырып айтып, жеткізсек адамдарға. Бәрі жетеді, ақылы секін болады. Анан кейін баяғы айтқанда бүгінгі соғылыш меземіне неме қылбайсыз. Эми сіздер ошол жаққа көңіл құрып, азыр мына қатышқандар, бері қатышпағандарға болмайды. Мына бүгін Ош шаарындағы айдоочулардын арасында жаңы киргизилген мыйзамдарды боюнча түшүндүрүп, аларга кайсы жерден кандай неме өтүштүгү боюнча азыр чогулуш өтүп, алар менен түшүндүрмө иштерди жүргүздүк. Бул негизинен бизде бузуулар боюнча жол кыймылындагы кайсы беримдер каралды. Ал беримдерде кандай нерселерге көңүл буруш керек. Эмнелери бизде калды, кандай болгондугу тууралуу айттык. Азыр мына бузуулар кодексинде 121-беринеден 128 беринеге чейинки беримдер жол кыймылынын коопсуздугу тарабынан каралат. Ошол беримдерди бузгандар боюнча биз тараптан протокол өткүзүлүп, айдоочуларга жазаны салынат. Анан азыр айдоочулар боюнча сүйлөшкөнүбүздө баягы бизде кирбей калган тонировка, кира буруу деген суроолор боюнча суроолор беришти. Азыр тонировкалар боюнча биз 2 күндөн бери транспорт агенттиги менен биргеликте рейд уюштуруп, азыр рейд мезгилинде 26 айдоочу ошол айнектердин караңгылатып алгандыгы тууралуу кармалышты. Ошолорго транспорттук инспекция тарабынан протоколдор түзүлүп, караңгылаткан айнектеринде баягы чыптагандарını ajratып чыгарылды. Айдаганың қара біреу сүзіп кетсең не болады? Қандай еді? Ой, краснийді әлі келетасың ғой? Стресный қатшы ғой, Сіздерге мыйзам жоқ, тонировка болады. Мыйзам бар? Не тонировка болады? Не тонировка болады? Паспортың бар? Бар өйгесін. Көрсөтің өсі. Паспортың жоқ екен? Паспортың бар? Паспортың жоқ екен? Жоқ, паспорт жоқ. Паспорт жоқ. Еукасымен неге не пыстан келеді? Қайда шайсың? Толық адресін айтсаңшы? Болады, қондырды. Ne? Pasportun var mı pasportun? Pasportmen толтырылады да. Небәрі? 21 январында 2019 жылы шыққан бұйрықтың негізінде жол қауіпсіздік қамсыздық қызметімен біргелікте айнеге қараңғатылған автоунааларға іс-шара түзіліп, ошол негізінде иш алып барып атабыз. Май қызметкерлері тарабынан қараңғатылған автоунаалар тоқтатылып,
тиешелүү документтерди алып берилип жатат бизге. Жаңы өзүңөргө белгилүү чыккан мыйзам негизинде 129 статьянын 3-пунктуна ылайык айнеги караңгатылган айдоочуларга 3000 сомдон айыппул салып жатат. 4 күндүк рейд учурунда 50ден ашык протокол түзүлүп, айыппулдар салынды. Жанагыңдарчы.